Hello my dears, сәлеметсіздер ме оқушылар? Толғап курсымыздың видео урогына қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі маңызды тақырыптардың бірі present perfect continuous өтетін боламыз. Бұл шақ әрекеттің өткенде басталып, осы уақытқа дейін жалғасып жатқанын көрсетеді. Сабақ барысында оның құрылымын, қолдану жолдарын, question sentence және де negative sentence'дарда қолдануын үйренетін боламыз. Бірінші, present perfect шақтың құрылымына келетін болса, яғни формуласы, бұл бірінші subject plus have has plus been plus verb ing. Present perfect continuous өткен шақта басталған және де осы уақытқа дейін жалғасып келе жатқан әрекеттер сипаттау үшін қолданылады. Мысалы, I have been studying English for 2 hours. Бұл жерде, яғни subject I болғандықтан біз have қолдандық. She has been working here since 2019. Бұл жерде subject she болғандықтан біз, яғни has'ы қолданылдық. Яғни if you or we say болса, біз, яғни have been қолданыламыз. Ал he, she, it subject болса, біз has been қолданылатын боламыз. Present perfect continuous'ның қолдану жолдарын қарастырайық. Бірінші, яғни өткен әрекеттің өткен шақта басталып, осы уақытқа дейін жалғасып жатқанын көрсетеді. Мысалы, I have been learning English for 3 years. Яғни мен 3 жылдан бері ағылшын тілін оқып келемін. Яғни әрекет өткен шақта басталып, қазіргі уақытқа дейін жалғасып жатқанын көрсетіп тұр. They have been living in Almaty since 2015. Келесі екінші қолдану жолы, яғни жақын арада аяқтан және де әсері көрініп тұрған әрекеттер. Мысалы, she has been running, so she's tired now. Ол жүгіріп келді, сондықтан қазір шаршады. Яғни жақын кезде аяқталған, яғни нәтижесі көрінді, so she's tired деп тұр. Ал келесі қолданылу жолы, бұл әрекет уақыт бойы жалғасып отырған көрсетеді. Мысалы, he had been waiting for the bus for 30 minutes. Яғни біз автобус күтіп тұрғанымызда 30 минут тұр. Яғни уақытқа фокус болады, 30 минут болды деп тұр. Ал енді келесі терістеу сөйлемде, яғни negative sentence, present perfect шағында терістеу сөйлемдерде have not немесе has not қолданамыз. Құрылымы, яғни subject plus have has plus not plus been plus verb ing. Мысалы, I haven't been watching TV. Бұл жерде мен теледидар көріп жатқан жоқпын. Бұл жерде I болғандықтан, яғни haven't қолданамыз. He hasn't been feeling well. Бұл жерде subject he болғандықтан біз has'ны қолдандық. Келесі біз сұраулы сөйлемдер, яғни question sentences. Сұраулы сөйлемдер жасау үшін біз сөйлемнің басына have немесе has қолданылатын боламыз. Құрылымы, яғни have, has plus subject plus been plus verb ing. Мысалы, have you been studying all day? Яғни бұл жерде subject you болғандықтан біз have қолдандық. Has she been working for a long time? Бұл жерде subject she болғандықтан біз сөйлем басына has қойдық. Келесі біз present perfect continuous пен present perfect'ті салыстыратын боламыз. Көбісі ойлайды, бұл екі шақ ұқсас деп, бірақ та ұқсас сияқты көрінеді, бірақ та олардың арасында айырмашылық бар. Present perfect бізде, яғни әрекеттің нәтижесі, нақты нәтижесі және де өткен әрекеттің нәтижесін көрсетсе, present perfect continuous әрекеттің қанша уақыт бойы жасалып жатқанын көрсетеді. Мысалы, present perfect I have worked here for 5 years. Бұл жерде нәтиже көрсетіп тұр, яғни мен бұл жерде 5 жыл жұмыс істедім деп тұр. Present perfect continuous болса, I have been working here for 5 years, яғни әрекет жалғасуда қаншалықты уақыт бойы жалғасып жатқанын көрсетеді. Мен бұл жерде 5 жыл бойы жұмыс істеп келемін, әрі жалғасуда, яғни
яғни бұл айырмашылықты ұққан болсақ, келесі теориялық білімімізді практикамен бекітейік. Practice task. Осы берілген төмендегі сөйлемдерді present perfect continuous шағына ауыстырыңыз. Ол үшін видеоны паузаға қойып, дәптеріңізге жазып алыңыз. Жазып болсаңыз, жауаптарын тексерейік. Жауаптары дұрыс болды деген ойдамын. Ал бүгінгі біздің видео урогымыз соңына жетіп қалды. Бүгін біз present perfect continuous шағын үйрендік. Оның құрылымын, қолдану жолдарын, negative and question sentence'ді үйрендік. Бұл шақ, яғни әрекеттің қанша уақыттан бері жалғасып жатқанын көрсету үшін қолданылады. Үй тапсырмасы ретінде осы present perfect continuous шағында сөйлемдер құрастырыңыз, және де оны күнделікті өміріңізде қолдануға тырысыңыз. Осылайша біздің сабағымыз соңына жетті. Ал оқушылар келесі сабақта кездескенше, goodbye.